Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып қызылша жөнінде. Қызылша вирустан туындаған әдеттегі қызылша вирустық инфекция. Ауруды оңай анықтауға болатын ерекше белгілері бар бөртпе. Қызылша өте жұқпалы, ауа арқылы таралады. Инкубациялық кезең бірнеше аптаға созылады. Инфекция ауа тамшылары арқылы беріледі. Науқаспен байланыста болған кезде сөйлеу, түшкіру, жөтелу кезінде бұрын қызылшамен егілмеген және ауырмаған адам 100% дерлік жұқтыруы мүмкін. Қызылша вирусы өте құбылмалы. Қызылшаны науқаспен тікелей байланыста болмай, онымен бір үйде болу арқылы жұқтыруға болады. Бақытымызға орай вирус тез өледі. Сондықтан тұрмыстық заттар, ойыншықтар, киім-кешектер арқылы жұқтыру мүмкін емес. Ауру 3 кезеңнен тұрады. Катаральды, бөртпе кезеңі, пигментация кезеңі. Қызылшаның алғашқы белгілері аурудың катаральды кезеңінде көрінеді. Бұл кезеңде қызылшаның негізгі симптомы тістердің түбінде, аузында ерекше бөртпенің пайда болуы. Балалардағы қызылшаның барлық белгілері аурудың динамикасында күшейеді. Жөтел жиілейді, дене температурасы біртіндеп жоғарылайды және 40 белгісіне жетуі мүмкін. Бөртпелер кезеңі катаральды кезеңіне ауыстырылады. Терідегі қызылша бөртпесі бұл кезеңге тән белгі. Пигментация кезеңі. Бөртпе пайда болғаннан бастап 3-4 күн ішінде жағдай жақсарады. Температурасы қалпына келеді. Алғашқы вакцинация. Қызылшаға қарсы егу 12-15 айлық дені сау балаларға беріледі. Вакцинаны қайта енгізу ревакцинациясы 6 жасында мектеп алдында жүзеге асырылады. Барлықтарыңызға мықты денсаулық тілеймін. Рахмет сіздерге. Аман болыңыздар. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Алла разы болсын. Сау болыңыздар.